Нағыз азамат парызын білер, пасық жандар пайда істеп жүрер. Өмірге өшпенді кісілерді тыңдау, олармен араласып тұру өз қылмысының басы. Жақсы өмір сүру үшін өмір бойы басшылыққа жарар бір ауыз сөз кешірімді болу. Азамат жігіт қанша турашыл, қайсар болғанмен қасарыспа болмайды. Өзгелердің бақытсыздығы туралы көп ойланатын адам өз басына түскен бақытсыздықты оңай көтереді. Адамдар неге жақсы әуендерді тыңдайды? Неге кітап оқиды? Өйткені барлығы жанын емдегісі келеді, болмысын қалыптастыру қалайды. Барлығы әлемнің шындығынан жанын тасалайды. Жақсы әуен, жақсы кітап сенің басыңдағы жағдайды бір сәтке болса да ұмыттырады. Музыканың терең иірімдеріне бойлап, кітап атты өзге әлемнің ғажабына ену арқылы санаңды мазалаған сансыз сұрақтардан арыласың. Адамдар мені білмейді деп қапаланба, мен адамдарды білмеймін деп қапалан. Егер билеуші ел әдет-ғұрпын жақсы білетін болса, оған басқару оңай. Үш нәрсеге: адамға деген сүйіспеншілікке қайғысыз, білімге адасусыз, батылдыққа қорқынышсыз қол жеткізе алмайсың. Орта жол даналыққа ең жақын нүкте, оған жетпеу одан асып кеткенмен бірдей. Өмір бойы басшылыққа алып өтетін сөз бар ма? Бар, ол кішіпейілдік. Барлық ұсақ-түйек байқалады, барлық құпия ерте ме кеш пе мәлім болады. Кемел адам кемшіліктің бәрін өзінен, бос адам өзгеден, басқалардан іздейді. Алысты көре білмейтін адам жанындағы пәлені де байқамайды. Сіздің қанша іс істегеніңіз маңызды емес, маңыздысы қаншалықты пайдалы болғандығы.